Верн француз жазушысы, ғылыми-фантастикалық роман жырларының негізін қалаушылардың бірі. Ол Францияның Нат қаласында 1828 жылы 8 ақпанда туған. 1905 жылы 24 наурызда жазушы Жюль Верн дүние салды. Жюль Верннің кітаптары дүние жүзіне танымал, барлығы құрметпен оқитын жазушы. Қазіргі таңда Жюль Вернді танымайтын адамдар кемде-кем болар. Оның шығарылымдары көптеген әлем халықтарының тілдеріне аударылды. Оның ішінде қазақ тіліне де аударылған кітаптар бар. Барлығымыз қызығып көрген Жер астына саяхат сияқты тағы да басқа фильмдер түсірілді. Сол атақты жазушы Жюль Верн Кенесары ханға қызыға қарап, Кенесары жайлы сұмдық қызық роман жазғанын білесіз бе? Ол қандай кітабы? Ол кітаптың қазақша аудармасы жоқ, ол тек орыс тіліне аударылған. Орысша Михаил Строгов немесе Гонец царя деп көрсетілген. Алғашқы жолдары бұлай басталады. Күллі Сібірді басып алып, Орыс империясын дүркіреткен татар ханы Феофан. Феофан хан дегеніміз негізінен Кенесары. Әу баста Жюль Верн кітаптың басы кейіпкерін Кенесары деп жазған. Солай баспаға жібергелі тұрғанда, Франция мен Ресей империясының сыртқы істер министрлігі араласып, ортада орыс жазушысы Тургенев өтініп, кейіпкердің есімі өзгертіледі. Бірақ Кенесарының образы, ерлігі, өткен қиыншылығы мен қаһармандығы қаз қалпында жазылады. Кенесарының азаттық үшін айқасы Жапан далада өтіп, ешкім ол жайында білген жоқ деп Совет үкіметі кезінде үйретті ғой. Өтірік екен. Кененің көтерілісін бүкіл әлем естіп, разы болғанда роман арнаған, поэма жазған, жай сырттай ғана сүйсініп бақылап қоймаған. Ресей империясының тепкісіне мемлекетінен айырылған поляк, Литве офицерлері арнайы іздеп келіп, Кенесары жасағына қосылғанда екен. Достар, видео ұнады деген ойдамын. Видеоңызға лайк басып кетіңіз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз.